Құрметті аудан тұрғындары, құрметті марқакөлдіктер, мен Валентина Георгиевна, Марқакөл таңы газетінің бас редакторымын. Соңғы кезде болып жатқан өзгерістерден хабардар болып жатқан шығарсыздар. Ата заңымызға жаңа өзгерістер енгізіліп жатыр. Сол бойынша өз пікірімді айта кеткім келіп отыр. Конституцияның басты өзегі адам және адам құқықтары, яғни мемлекеттің басты басымдығы адам. Және де Конституция бойынша алғаш рет цифрлық кеңістіктегі азаматтардың құқықтары нақтыланып, айқын бекітілген. Және де тағы бір жаңалықтардың бірі өкілеттілігі кеңейтілген бір палаталы құрылтайдың құрылуы. Және де сондай-ақ бұдан бөлек енді осыдан бастап инновация, ғылым және білім ата заңда стратегиялық бағыт ретінде қарастырылып отыр. Дәл осылай табиғатты қорғау мәселесі де енді Конституциядан көрініс тапты. Отбасы құндылықтарына да тоқталды. Ер адам және әйел арасындағы неке ерікті одақ ретінде қарастырылып отыр. Және де бұл бастама, бұл өзгерістер мемлекет пен қоғам арасындағы сенімді байланыс нығайтып, әр азаматтардың пікірін ескеруге мүмкіндік береді. Бұл бастама ел бірлігін күшейтіп, тұрақты даму және жарқын болашаққа жол бастайды деп сенеміз.